Ассалаумағалейкум. Бүгінгі видеода телефонмен YouTube'дан бір ғана Gmail поштамен, яғни бір Google аккаунтпен бірнеше YouTube каналын қалай ашуға болатынын көрсетемін. Яғни сіз телефон сатып алған кезде сізге бір Gmail пошта ашылады, яғни Google аккаунт ашылады. Сол Google аккаунтқа бірнеше YouTube каналын ашуға болады. Соны қалай ашылады, соны көрейік. Ол үшін осы видеоны аяғына дейін көріңіз. Достар, видеоны бастамас бұрын бір ескеретін жағдай: телефондағы YouTube-пен бірнеше канал ашу үшін YouTube приложениесі жарамайды. Яғни YouTube-та бір каналыңыз болса, екінші, үшінші канал ашу үшін YouTube приложениесімен аша алмаймыз. Ол үшін міндетті түрде Google Chrome деген приложение керек. Егер Google Chrome приложениесі болмаса, оны Play Market'тен тартып аламыз, және осы арқылы компьютерный версияда канал ашып үйренейік. Ол үшін Google-ға кіреміз, және осы жерде іздеу батырмасына YouTube ПК деп жазамыз. Және осыны іздейік. Бірінші тұрған YouTube-ға кірейік. Сол кезде бізге міне компьютерный версияда ашылады, және осының бұрышындағы тұрған сіз өзіңіздің каналыңыз, бірінші ашылып тұрған каналыңыздың үстінен бір рет басамыз. Және осы жерде настройка функциясына кіреміз. Осы жерде создать канал деген батырмасы тұр. Осы батырманы басамыз. Бұл жерде бізге телефонымыз мобильный версияға кірді, және бұны тағы да компьютерный версияға ауыстырып аламыз. Ол үшін үш нүктені басамыз, және мына версия для ПК деген функциясын басамыз. Введите название каналда дейді. Осы жерге өзіміздің ашқымыз келіп тұрған каналдың атын жазамыз. Мысалға, жаңа канал деп жазайық. Және астындағы я принимаю дегенде осы жерге галочка қоямыз. Және осы жерде мына создать деген кнопка пайда болды, және осыны басамыз. Міне осылай жаңа канал ашылды. Енді біз екінші каналымыз ашылды. Енді осыны тексеріп көрейік. YouTube-қа кірейік. Осы жерде өзіміздің каналымызды басамыз. Басайық. Мінекей, осылай біз өзіміздің екінші каналымызды аштық. Осылай сіздерде 2 канал, 3 канал ашсаңыздар болады. Ұнаса лайк басамыз, тіркелеміз. Осындай видеолар күтеміз.